Ассалаумағалейкум, құрметті Корея көмек оқырмандары, құрметті қазақстандықтар. Күні кеше әлеуметтік желілерде көреміз ток-шоу бағдарламасы өз жұмысын тоқтатқандығы туралы ақпаратты көрдіңіздер, білдіңіздер. Бұл туралы көреміз ток-шоу бағдарламасының жүргізушісі Руслан Өтепбай өз TikTok парақшасында да ресми түрде ақпарат берді. Естеріңізде болса, екі қазақстандық азамат оңтүстік Кореяның Инчхон әуежайынан қашып, кедендік бақылау заңдарын бұзып, бүкіл елді шулатқан еді. Сол кезде Руслан Өтепбай Ва-банк атты көрсетілімін әлеуметтік желіге шығарды. Ол көрсетілімде жалпы мен де қатыстым. 2 сағатқа созылған тікелей эфир кезінде Руслан және оның командасы тек қана өздеріне керектісін ғана кесіп алып, халықты ортасында мені жаманатты етті. Ар намысымды таптады, ұлтыма тиісті, тыңшысың, сатқынсың деген жекеме тиісетін, отбасыма тиісетін көп сөздерді қолданды. Көреміз бағдарламасымен соттасып жатқаныма қазіргі таңда 1,5 жыл болды. Алғашында тергеушілер бұл істі алған жоқ, кері қайтарды. Студияда бұл істі қараған жоқ. Алайда барлық жерде заң бар, әділдік бар, шындық бар. Медеу аудандық соты көреміз бағдарламасының шығарған видеоларын сараптамаға жіберді. Істі қайта қарады. Оған қоса 8 бірдей видео қазіргі таңда сараптамаға жіберілді. Иә, мен тек қана шындықты, әділдікті талап ететін адаммын. Мен үнемі шындықты шекіртке сияқты шырылдап жүріп айтамын. Оған қоса, осы Руслан Өтепбайдың қасында жүрген көреміздің заңгері болған Мейірман Қалмаханұлы Шекеевтің де шоттары бұғатталды. Елден шығуға тыйым салынды. Ол да менімен соттасқан болатын. Мен туралы үнемі қазірге дейін әлеуметтік желілерде әртүрлі видеоларда халыққа ұсынып келе жатыр. Иә, ол видеоларды тек қана мені жамандау мақсатында шығарып жатыр. Оның барлығын біз көріп жатырмыз. Уақыты келсе, оған да заң алдында жауап аламыз. Құрметті қазақстандықтар, әрбір айтқан сөзіміз атылған оқпен бірдей. Сондықтан, әрбір айтқан сөзімізге орны келсе, заң аясында жауап беруіміз әбден мүмкін. Сондықтан, әлеуметтік желілерде сөйлеген кезде жан жағымызға қарап, дұрыстап сөйлеуді үйренейік. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар, бай болыңыздар. Енді көремізді қайдан көреміз деп іздемеңіздер. Көреміз ток-шоу бағдарламасы өз жұмысын енді тоқтатты. Алдағы уақытта ол қандай форматта шығатыны бізге белгісіз, белгілісі көреміз енді жоқ.